Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы. Тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативті қызмет көрсету және жедел төлемдер. Тек осы жаздарнамызды тіркелушілері төмендегі промокод арқылы үлкен бонустар мен сыйлық ақыларға қол жеткізеді. Ал біз сіздерге тек сәттілік тілейміз. One X сілтемесі төменде. Лео Месси мансабындағы 700-ші голын соқты. Барса басшылығы Кике Сетиенді орнынан босатпайды. Килиан Мбаппе FIFA симуляторының басты жұлдызы болады. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар топтамасы дәл осы бейнероликте. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Ресми Манчестер Юнайтед ағымдағы жазда жалға өнер көрсетуге кеткен Алексис Санчес пен Крис Смолингті клубқа қайтаратын болды. Бұл жөнінде ағылшындық баспалар қатары хабарлады. Не деуге болады? МЮ күшеуге қадам жасауда. МЮ-ға қатысты кезекті инсайтқа келсек, қызыл сойқандар барлық турнирлерде өткізген соңғы 15 ойын бойы жеңілістің дәмін татпай келеді. Бруно Фернандеш Роналдудың кетуінен кейінгі МЮ-дің қарғысын жойған сияқты. Карлос Тевес ағымдағы маусымда ресми мансабын аяқтамақ. Өзінің қоштасу ойынына аргентиналық футболшы Роналду мен Мессиді командасына шақырмақ. Криш пен Лео бір командада нағыз фантастика. Ресми Джанлуиджи Буффон және Джорджо Келлини Туриндық Ювентуспен келісім шарт мерзімін ұзартты. Келісім 2021 жылдың жазына дейін ұзартылды. Басқасын білмеймін, Буффон чемпиондар кубогын алмай кеткісі келмейтін сияқты. Мадридтік Атлетикоға қарсы ойынның алдында каталондық футболшылар мен Кике Сетиен арасында үлкен жанжал орын алды. Футболшылар мен бапкердің тактикалық схема мен негізгі құрамға қатысты көзқарастары әртүрлі. Ал үндістерге қарсы теңдік есеппен аяқталған ойыннан кейін Хосеп Мария Бартомеу Сетиенге келіп, оған әлі де үміт артып сенетінін айтты. Дәл сол Атлетикоға қарсы өткен пенальтиға толы тартысты ойында аргентиналық футболшы Лионель Месси мансабындағы 700-ші голын соқты. Осындай рекордтық нәтижеге жеткен Лео Месси екінші футболшы, алғашқысы Криштиану Роналду. Француздық футболшы Килиан Мбаппе жаңа 21-ші FIFA-ның мұқабасында бейнеленетін болды. Бұл ақпаратты EA Sports'ың ресми сайты хабарлады. Әрине, болашақ футбол патшасы бұған өте лайықты кандидат. Sky Sport баспасының ақпаратына сүйенсек, Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо үшін 50 миллионнан астам қаржы төлеуден бас тартты. Боруссия болса 100-ден кем сомаға жібермейтінін айтты. Қысқасы, бұл оқиға үнді сериалы сияқты созылып кетті. Құрметті достар, біразға дейін арнамызда бейнероликтер шықпады. Алдағы уақытта ұзаққа жоғалмай жаңа контентпен қуантуға уәде береміз. Сіздерден сұрайтынымыз тек қана белсенділік танытып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.